Масалардың дамуының 4 кезеңі бар. Жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ, имаго. Имагодан басқа барлық фазалар су қоймаларында мекендейді. Аналығы бір уақытта 300-ден астам жұмыртқа қалдыра алады. Ол үшін оған адамның қанында болатын қоректік заттар қажет. Олар экожүйенің бөлігі болып табылады. Сондықтан елордада өңдеу масалардың санын азайту үшін жүзеге асырылады. Жұмыс маусымы 6 тур болып өткізіледі. Дезинсекциялық өңдеу осы саладағы жетекші ғалымдар мен докторлардың толық ғылыми сүйемелдеуімен жүргізілетін болады. Ғылыми сүйемелдеу жүргізілетін іс-шаралардың тиімділігін өңдеуге дейін және одан кейін тұрақты мониторингті, сынамаларды алуды және бағалауды көздейді. Басында су айдындары тексеріледі. Дернәсілдер болған кезде су айдындарын мамандандырылған су техникасымен, сондай-ақ ұшқышсыз ұшу аппаратының көмегімен өңдеу басталады. Кейін қала орталығынан ашық стацияларды, саябақтарды, скверлерді өңдеу басталады. Оларды қала сыртына ығыстыра отырып, масалардың ұшуын барынша ұстап тұру үшін бір мезгілде қала шекараларында қорғаныс тосқауылы қойылады. Өңдеу түнгі уақытта сағат 21:00-ден 4:00-ге дейін жүргізіледі. Масалармен күресте Қазақстанда қолдануға рұқсат етілген қауіпсіз химиялық препараттар қолданылады. Өңдеу кезінде сақтық шараларын сақтау маңызды. Терезелерді жабыңыз. Өңделетін аймаққа баруды шектеңіз. Барлық туындаған сұрақтар бойынша осы байланыстар бойынша хабарласа аласыздар.